Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгін бисмилlah деп Тухфатус Сания кітабымыздарға жалғастырамыз. Әл-кәләму, кәләм деп негізгі дәріске кірісті. Бисмиллахиррахманиррахим деп кітабын бастады. Бисмиллахның алдын сабақ өткен болатынбыз. Қарал мусанниф, мусанниф айтты. Мусанниф қазақша автор, жазушы мағынасында. Жалпы кей кітаптарда мусанниф десе, кей кітаптарда муаллиф деген сияқты сөздер қолданады. Мусанниф көбінесе бұл әл-мутақаддим болған ғалымдардың қолданысында. Ал кейінгі ғалымдар әл-муаллиф деген сөзді қолданған. Жалпы мусанниф бұл көбінесе истамалу лил ифтихар, ифтихар үшін қолданады. Бір мақтаныш үшін мусанниф деген секілді сөзді қолданады екен. Қарал мусаннифу, мусанниф айтты. Уахуа, мусанниф ол Абу Абдилла. Абу Абдилла бұл күние болып тұр. Абдулланың әкесі деген сияқты. Абу Абдилла Мухаммад. Мухаммад негізі есім болған. Исмуху Мухаммад бұның. Мухаммад бин Мухаммад. Әкесінің аты Мухаммад екен да. Біз магистратурада оқыған болатынбыз. Бір кісі бар. 17 атасы Мухаммад. Мухаммад бин кете береді. Бұл арабтар осылай пайғамбарымызды жақсы көргендіктен Мухаммад деп қоя береді екен. 17 атасы Мухаммад болғанда, 17 немесе 24 деп келеді. 24 атасы Мухаммад болған. Үзілместен Мухаммад болған. Бұл кісінде әкесі Мухаммад екен. Мухаммад бин Давуд ас-Санхажи, Санхажи немесе Синхажи деген сияқты алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Әл-Ма'руф, Ма'руф танымал би ибни al-Ajurrum, Ibn Ajurrum деген атпен танымал. Al-Mawludu fi sanati 72 wa 600 672 жыл дүниеге келген. Wal-Mutawaffa, енді өмірден өткен, fi sanati дейміз, менде санати деп қойыпты, fi sanati 23 wa 700 723 жылы өмірден өткен кісі. Минал хижратун набавия, хижри жыл санағы бойынша, рахимахуллаху та'ала. Тарифул кәләм, кәләмнің тарифі. Жалпы кәләм деген сөзге кірісті. Кәләм сөзіне кіріспестен алдын наху ілімінде 3 түрлі бір лавыздар бар. Біріншісі әл-кәлима. 3 түрлі истилах деп айтайық. Біріншісі әл-кәлима. Кәлима дегеніміз лавзун уди'али ма'нан муфрат. Муфрат мағына қойылған болса, әл-кәлима деп айтамыз. Және ла яхсуну сукуту алейхи, оны айтуменен бір үндемей қалу деген нәрсе көркем болмайды. Біріншісі әл-кәлима екен. Екіншісі әл-кәләм. Кәләмді Алла қаласа қазір өтеміз. Кәләм негізі мураккаб бұл. Екі сөзден құралған. Және яхсуну сукуту алейхи деген сияқты шарттар бар. Енді үшіншісі әл-кәлим. Кәлим деген бар. Әл-кәлимату, әл-кәләму, сосын әл-кәлиму. Әл-кәлим дегеніміз мә тараккаба мин 3 кәлимат. 3 кәлимадан әу аксар, немесе 3-тен де көптен құралған. Мысалы 5 кәлима, 10 кәлима деген сияқты құралуы мүмкін. Сауаун афада әм лам юфид. Мейлі мағына берсін, мағына бермесін қарамаймыз. Егер 3 кәлимадан көптен құралса, оған әл-кәлим деп айтылады екен. Енді ары қарай кітабымызға кірісейік. Әл-кәләму, кәләм бұл хуа кәләм деген ол әл-лавзу, әл-мураккабу, әл-муфиду бил-ваддаи екен. Бұл сөздердің қазір әрқайсысын жеке-жеке алып, имам шейх Мухаммад Мухиддин Абдул Хамид оны ашықтайды қазір. Хуа, жалпы кәләм дегеніміз әл-лавзу, лавз деген. Лавз деген белгілі бір сөз, дауыс шығатуын деген сияқты. Әл-мураккаб, мураккаб екен да бұл. Екі сөзден құралған дегендей. Әл-муфид, және муфид бол керек, пайда беруші бол керек. Енді кәләмнің осы анықтамасы бұл муттафақун алейхи. Ғалымдардың бәрі бір ауыздан келіскен. Әл-лавзу, әл-мураккаб, әл-муфид деген 3 сөзге ғалымдар бір ауыздан келіскен. Енді төртіншісі бар бил-ваддаи деген. Бил-ваддаи мұхталафун фихи. Бұл жерде ғалымдар таласқа түскен. Кейбір ғалымдар ваддаи деген сөзді қою дұрыс емес десе, кейбір ғалымдар қою дұрыс деген бірінші шеті. Екінші шетінен ваддаи деген сөз мағынасы қандай? Және талас бар. Үшіншіден бил-ваддаи бұл әл-муфид деген сөзбен бірге екеуі бір мағына бере отыра шарт болады ма? Әлде
бил вад'i жеке өз шарт болады ма деген жер таластар бар екен. Біріншіден, вад'i деген сөздің мағынасы әл-қас деген сөз. Қас деген сөз бұл жерде ән якунал кәләму садиран би ирадатил мутакаллим. Кәләм деген нәрсе сөйлеуші кісінің өзінің еркімен шыққан болу керек, өзінің қалауымен шыққан болу керек. Бұл сөзді айтуы ұйықтаған кісінің, мас адамның, жынды адамның сөзін шығарып тастау үшін. Мысалы, біреу ұйықтап жатып сөйлейтін болса, оған кәләм деп айтылмайды деген да. Солардың бәрін шығарып тастау үшін бил вад'i деп айтты. Бұндай шартта түсінетін боламыз. Aqulu, мен айтамын дейді. Лилавзил кәләми ма'наяни. Лилавзил кәләми, кәләм лавзы үшін бар. Ма'наяни, екі мағына бар. Ахадухума лугавиюн ва сани нахвиюн. Екі мағына бар екен. Екі мағынасы, ол бірі лугави шетінен қарастырылса, екіншісі нахви шетінен қарастырылады екен. Әммәл кәләмул лугави. Лугави кәләмға келсек, әммә бұл жерде әдәту тафсил болып тұр. Әдәту тафсил дегеніміз бірінші жүмлә, ижмәли айтып кетеді. Жалпы лугави мағынасы бар, нахви мағынасы бар дейді, жалпылама айтып өтеді. Кейін соған жеке-жеке кіре бастайды. Осылай жеке-жеке кіре бастайтын кезінде әммә деген секілді сөзді қолданады. Бұғанда әдәту тафсил деп айтылады. Әммә келетін болсақ, әммәл кәләмул лугави. Лугави кәләмға келетін болсақ, фахуа ол айбаратун, бір айбара. Жалпы айбара дегеніміз лавзын мағынасында. Үстіне лавзын деп қойыңыздар. Кәләм лугави деген нәрсе ол айбаратун, бір айбара екен. Амма, неден десе амма тахсуру. Тахсуру ортаға шығады. Бисәбәбихи, ол нәрсе себепті ортаға шығады. Не ортаға шығады? Фаидатун, фаида ортаға шығады. Жалпы пайда деген нәрсе ортаға шығып көрінетін болса, біз оған кәләм лугави деп айтады екенбіз. Саваун акана лавзан, мейлі ол нәрсе лавыз болсын, әм ләм якун, немесе лавыз болмасын. Жалпы айбара деген сөз негізінде лавыз мағынасында, бірақ бұл жерде айбара деп айта берейік. Өйткені лавыз болсын, лавыз болмасын, біз оған лугави кәләм деп айта береміз. Кәл-хатти, сызу секілді. Мысалы, біреу қаламмен алып та кітапқа сызды. Сызған нәрсесі сауыт емес, бір кәләм, нахви кәләм емес, бірақ лугави шетінен кәләм деп айталады екенбіз да. Кәл-хатти, сызу секілді, вәл китабати, жазу секілді, вәл ишарати, ишарат секілді. Мысалы, мен біреуді бұлай шақырдым, сөйлеген жоқпын, тек қана бұлай қолмен шақырдым. Бұл шақыруыма лугави шетінен кәләм деп айтылады екен. Не үшін? Өйткені бұл шақыру менен белгілі бір пайда ортаға шықты, кет деген секілді. Жалпы пайда деген нәрсе көрінсе, ортаға шығатын болса, біз оған лугави шетінен кәләм деп айта алады екенбіз. Қарасаңыздар, хатти, хат сызу, вәл китаба жазу. Бұл жерде атфыл хас арал ам болып тұрда. Сызу деген нәрсе жалпы, ішінде жазу да бар, басқасы да бар. Ал жазу тек қана жазу ол, ішіне сызу кірмейді. Сол үшін де бұл атфыл хас арал ам деп айтылады. Немесе екеу бір мағына деп атфыл тафсир дегендер де бар. Әммәл кәләмул нахви. Нахви кәләмға келсек, фәлә будда, міндетті түрде, мин ән яжтамиа фихи. Ол жерде жиналу керек. Фихи, фи кәләмин нахви. Нахви кәләмда жиналу керек. Арбаату умурин, 4 іс жиналу керек. Біз бір нәрсеге нахви ілімінде кәләм деп айтауымыз үшін ол жерде 4 нәрсе жиналған болу керек екен. 4 шарты бар екен. Сол 4 шарты жиналатын болса, біз наху тұрғысында кәләм деп айта аламыз. Ал-аувалу, біріншісі, ән якуна лавзан, кәләм лавз болу керек. Васани, екіншісі, ән якуна мураккабан, мураккаб болу керек. Мураккаб деген муаллиф мағынасында екі сөзден құралған болу керек. Васалису, үшіншісі, ән якуна муфидан, муфид болу керек. Муфид дегеніміз пайда бере алушы болу керек. Ол да қазасына келдіреді. Варрабиу, төртіншісі, ән якуна, кәләм болу керек. Маудуан, қойылған болу керек. Бил вад'ил араби, араб тілінің сөздерімен қойылған болу керек. Егер біреу қазақша айтатын болса, қазақша сөйлейтін болса, немесе басқа тілде сөйлейтін болса, ол кәләм деп айтылмайды деген. Араб тілінің сөзінде қойылған болу керек. Міне осы кезде кәләм деген нәрсе пайда болады деп айтамыз.
Жалпы біз айттық, вада деген сөздің көптеген мағынасы бар дедік. Бірақ имам бұл жерде вада деген сөзді осы мағынасын таңдады. Енді вадық бұл жерде негізі вадықтың қос мағынасы бар дегенбіз. Бірақ имам араб тілінде қойылған болу керек деген сияқты мағынаны таңдады. Бірақ негізі көптеген ғалымдар қос мағынасын таңдаған дейміз да. Ма'нал лавзи. Біз айттық, бірінші шарты ән якуна лавзан, лавз болу керек дедік. Лавз деген сөздің мағынасы не? Ва ма'на каунихи лавзан. Енді кәләмнің лавз болу керек деген сөздің мағынасы ол былай екен. Ән якуна саутан. Лавз дегеніміз былай. Ән якуна саутан. Саут деген дауыс болу керек. Дыбыс болу керек. Қандай дыбыс? Муштамилан, қамтушы болған. Ала бa'дил хуруфил хижаия. Хижаия харфтерінің кейбіреуін қамтушы болған дыбыс болу керек бұл жерде. Әл-хижаия деген алфавит. Қазақша әліппе дегендей. Әліппе харфтерін, немесе алфавит харфтерінің кейбіреуін ішіне қамтыған дыбыс болу керек. Мысалы, мен айттым қазір. Нұр бақыт деп айтты мысалы. Нұр бақыт деген сөз. Кәлем бола ма, боламай ма? Лавыз деп айташы, лавыз бола ма? Лавыз болады дейміз да. Өйткені нұр бақыт деген кезінде саутан, дауыс шықты. Және ол дауысымда ішінде алфавит әріптерін қамтыған. Нун, немесе қазақша айтқанда н деген сияқты. Осылай қамтитын болса, біз оған лавыз деп айтылады екенбіз. Ән якуна, кәнәнің есімі лавыз. Лавыз деген нәрсе болу керек. Саутан муштамилан, бір саут болу керек. Муштамилан, қамтушы болған. Ала бa'дил хуруфил хижаия, алфавит әріптерінің кейбіреуін қамтушы болған бір дыбыс болу керек. Әлләти, ол алфавит әріптері де тәптәдиу бил әлифи, әлифпен басталып, ва тәнтәхи бил яи, яймен бітетуғын. Ва мисалуху Мухаммадун, мысалы Мухаммад. Ва яктубу, ва саид, мысалы. Мысалы, үш кәлиме алып келді. Үшеуде дауыс шығып тұр, саутан, мысалы, саут шығып тұр Мухаммад дегенде. Және үшеуінде де алфавиттің әріптері бар дейміз да. فإن كل واحد من هذه الكلمات الثلاث فإن كل واحد әрбірі من هذه الكلمات الثلاث осы үш кәлиманың әрбірі عند النطق به оларды сөйлеген кезде не болады? يكون صوتا дыбыс болады. مشتملا қамтушы болған. على 4 أحرف هجائية هجائي алфавиттік әріптердің төртеуін қамтыған бір дыбыс деген нәрсе ортаға шығады. Дыбыс деген нәрсе болады. Сол үшін де бұларға лавыз деп айтылады екенбіз. Осы жерде айтылатын бір маңызды нәрсе бар. Қарасаңыздар, мин хазихил калимати деді. Калимати, сосын әс-сәләси деді. Негізі калима муаннас. Сосын әс-сәләси деп музаккар алып келді. Негізі муаннас әке көрегет негізінде. Бірақ бізде қағида бар. Иза тақаддамал ма'дуд алал адад. Егер ма'дуд адаттан алға шығып кетсе. Адад деген сәләс, мысалы сан. Ма'дуд дегені сол санға мұқтаж болған нәрсе. Жалпы санның қасына келетін нәрсе. Үш кітап дегенде, кітап мысалы ма'дуд болады. Үш калима бұл жерде ма'дуд болып тұр. Саналған нәрсе. Сәләс сан болса, әл-калимат саналған нәрсе. Үш калима деп санап тұрмыз. Саналған нәрсе сәләс деген сияқты калиманың алдына шығып кетсе, жаза фихи музаккар уәл муаннас деген қағида бар. Адатта музаккар істесек те, муаннас істесек те жайыз дейміз да. Сонда калимати әс-сәләсәти десек болады екен, немесе әс-сәләси десек те бола береді екен. Қағидан бір айтайын және إذا تقدم المعدود على العدد جاز فيه المذكر والمؤنث деген қағида бар. Соған сала отыра әс-сәләси деп айттық. Ертең не үшін сәләси, не үшін сәләсәти емес? Мүмкін кітапта баспадан қате кеткен шығар деп түсініп қалмаңыздар. Кей кітаптарда сәләсәти деп келуі мүмкін, басқа баспаларда. Ол да дұрыс деп айтамыз. Сәләси десе, ол да дұрыс деп айтады екенбіз. Фал-ишарату мәсәлән, мысалы ишарат деген нәрсе. Ишарат деген жаңағыдай қолмен шақыру, ишарат жасау. Ла тусамма каламан, калам деп аталмайды. Индан нахуйин, наху ғалымдарының құзырында калам деп аталмайды. Неге? Ли адами кауниха, каунил ишара. Ишарат болмағандығы үшін саутан муштамилан ала бa'дил хуруф,
Харфтардың кейбіреуін қамтушы болған саут деген нәрсе болмағандығы үшін. Өйткені ишарат жасаған кезімізде ешқандай дауыс шықпайды. Жай ғана былай істедім, мысалы кел деп айттым, немесе қолмен былай көрсеттім. Бұлардың ешқайсысы дауыс шықпайды. Дауыс шықпағандығы үшін лавыз емес. Ал лавыз болмағандығы үшін кәлем бола алмайды дейміз да. Ваин канат тусамма, мейлі аталса да, индал лугавиин кәләмән, лугавиндердің көзқарасында ишарат деген нәрсе кәләмән, кәләм деп аталса да, наху ғалымдарын аталмайды екен. Не үшін лугавилерде кәләм деп аталды десе, ли хусурил фаидати биха, бихаден бил ишара, ишарат бенен пайда деген нәрсе ортаға шыққандығы үшін. Ли хусури хасыл болғандығы үшін. Әл фаидати пайда көрінгендігі үшін, бар болғандығы үшін. Биха бил ишара, осы ишарат бенен. Жалпы лугавиндерде пайда деген нәрсе көрінсе болғаны. Дауыс шығу, шықпау деген нәрсе шарт емес. Ал наху ғалымдарының өзіндік шарттары бар. Шарттарына сай келмесе, оған кәләм немесе оған лавыз деген нәрсе айтпай деген да. Бірінші шарты кәләм болу үшін әнекуна лавзан еді. Лавыз болу керек дегенбіз. Екінші шарты әнекуна мураккабан да, мураккаб болу керек. Бірінші шартынан сұрақ бар ма? Түсініксіз ибара деген секілді. Онда екінші шартына көшейік. Мағна тәркиб, мураккаб болу керек дедік. Мураккаб деген негізі муаллаф, бір-екі сөзден құралған болу керек деген сөз. Мағна тәркиб, тәркиб дегеніміз жалпы доммул калимати иләл калима. Бір калиманы екінші калимаға қосу. Соған тәркиб деп айтамыз. Қазақша сөз қосындысы деген сияқты. Ва мағна каунихи мураккабан, мураккаб болу керек деген сөздің мағынасы ол ан якунал калам да. Калам болу керек. Муаллафан, құралған болу керек. Мин калиматайни, екі калимадан, әу аксара, немесе екіден де көп калимадан құралған болу керек. Міне шарты осы екен. Наху мысалы, Мухаммадун мусафирун мысалы. Мухаммад мусафирун, мусафир жолға шығушы мағынасында сафар шегуші дегендей. Мухаммад бір калима, мусафир бір калима, екеуі құралып, толық бір мағынаны беріп тұр. Олай болса, бұған кәлем деп айтылады екенбіз. Вәл илму нафиун, илму ілім нафиун, пайда беруші. Ва ябулугу әл-муштахиду, ва ябулугу жетеді. Әл-муштахиду, ынталы шәкірт жетеді. Әл-мәжді, мәждке жетеді. Жалпы әл-мәжді деген әш-шарафа мағынасында шарафатқа, ұлықтыққа, биік дәрежеге қол жеткізеді демекші. Ва ли кулли муштахидин, әрбір муштахид үшін бар. Не бар десе, насибын үлесі бар дейміз да. Әрбір ынталы шәкірт түнде өзінің үлесіне қол жеткізеді. Вәл илму, ілім хайру, ең жақсысы. Біз айтқанбыз, хайру бұл жерде исм тафтил мағынасында дегенбіз. Вәл илму, ілім хайру, ең жақсысы. Хайру ма, ең жақсысы ненің десе, тас'a ұмтылу. Сен ұмтылған нәрсенің. Тас'a илайхи, сен ұмтылған нәрсенің ең жақсысы ол ілім демекші. Ва куллу ибаратин мин хазихил ибарат, осы жоғарыда өткен мысалдардың әрбірі, ибара бұл жерден лавыз мағынасында, жоғарыда өткен лавыздардың, мысалдардың әрбірі тусамма кәләмән, кәләм деп аталады. Ва куллу ибаратин, ибараның әрбірі, минха, хадамирді әл-ибаратқа жібереміз. Жоғарыда өткен ибаралардан болған мысалдардың әрбірі муаллафатун, мураккабатун, құралған. Мин калиматайни әу аксар, екі калима немесе одан көптен құралған. Мысалға Мухаммад мусафир калима, яблуғул муштахид әл-мәжді деген одан көп мысал, 3 калима деген сияқты. Екі калима немесе одан көптен құралған. Фәл калиматул вахидату, бір ғана калима ла тусамма кәләмән, кәләм деп аталмайды. Индан нухати, наху ғалымдарында. Жалпы нухат дегеніміз жаму нахин, нахин деген сөздің көпше түрі. Қазақша наху ғалымдары, нахушылар деген сияқты. Наху ғалымдарының көзқарасында бір ғана калима кәләм деп аталмайды. Илля тек қана аталады қай кезде? Идан домма, қосылған кезде. Домма қосылу, қосылған кезде. Ғайруха илайха, ғайруха, ха дамирді
калимаға жібересіздер. Илайха ха дамир және калимаға жібересіздер. Сонда былай шығады мағынасы. Илля тек қана идан дамма қосылған кезде, ғайруха өзге калима келіп, илайха сол калима қосылған кезде екеуі бірге жинала отыра кәлам деп аталады дейміз да. Сауаун мейлі акана индимаму ғайриха өзге калиманың қосылуы болсын, илайха әлге калимаға қосылуы болсын, хақиқатан қосылған болсын. Жалпы хақиқатан дегеніміз лавзан деген сөз. Лавзда көріністе шынымен қосылған болсын, кәл әмсиләти сәбиқо алда өткен мысалдардағы секілді. Мысалды қарасаңыздар, әл-илму бір калима, нафиун екінші калима. Екеуі бір-бірімен хақиқатан қосылды. Лавздан қосылды дегеніміз кәдімгі бір-бірінің қасына келіп тұр. Осы хақиқатан қосылған болсын, әм тақдирон немесе тақдири қосылған болсын. Тақдири қосылу деген қалай десе, міне кәмә иза қала ләка саған біреу айтқан секілді, қаил саған біреу бұлай деп айтқан секілді. Мән ахука сенің бауырың кім деді. Фатақулу сен айтасың, Мұхаммадун Мұхаммад деп айтасың. Енді қараңыздар, Мұхаммад деген бір ғана калима. Бірақ кәлем болып тұр дейміз да. Қалай кәлем болып тұр десе, жауап негізінде Мұхаммадун ахи деп айтасың. Немесе ахи Мұхаммадун деген сияқты бір ахи деген секілді жасырын калима бар, тақдири калима бар. Сол үшін де бұл тақдирон екі калима бола отыра, немесе үш калима бола отыра кәлем болды деп айтамыз. Кәмә иза қала ләка қаил саған бір кісі айтса, мән ахука деп, фатақулу Мұхаммад Мұхаммад деп айтасың. Фәхәзихил калиматун осы калима, Мұхаммад деген калима ту'табару есептеледі. Кәләмән кәләм деп есептеледі. Неге? Лианна тақдира өйткені тақдыры, бұл калиманың тақдыры Мұхаммадун ахи деген сөз да. Мұхаммад біреу, ахи және біреу. Екеуі қосыла отыра толық мағына берді дейміз. Олай болса кәлем деп айтылады деген. Фәхия жалпы енді бұл сөз фит тақдир на тақдырда. Фәхия енді бұл сөз фит тақдири тақдырда ибаратун бір ибара муаллафатун мин саласи калимат үш калимадан құралған бір ибара екен. Егер сыртқы жағынан қарасам бір ғана калима секілді, бірақ тақдири ішіне кіретін болсақ, екі калимадан немесе үш калимадан құралған деген секілді шыға деген, сол үшін кәлем деп айтсақ болады дейміз да. Сұрақ бар ма? Біз шарттар қойғанбыз кәлем болу үшін. Енді үшінші шарт өтеміз. Үшінші шарты ән якуна муфидан еді. Муфид болу керек деген. Муфид деген сөздің мағынасы не енді? Мағанал ифадати. Ифада деген сөздің мағынасы ол бұлай екен. Жалпы ифада деген сөздің мағынасына кіруден алдын сабақты осы жерден тоқтатайық. Ифада мағынасын Алла қаласа келесі дәрісте өтетін боламыз.